Мен өзіме өте бір қызық бір тақырып болып тұр. Қайдан келдіңіз, кімсіз дегендей. Қазақстан мен Қырғызстан ортасында айырмашылық қазылық бойынша өте мындай үлкен да. Ол мұрынқы жазира компаниясын біз танымаймыз, олармен таныстығымыз да жоқ. Сосын бізде бір 14 күн ғана емес, бізде 21 күн деген да пакет бар. 30 күн деген да пакет бар. 14 күндің бағасы менен 10 күндің бағасының айырмасы ешқанша жоқ та. Енді осы Жазира Travel қаржылық компаниясы осы компаниялардан бөлек бір не нәрсе ұсына алады артық? Сіздер барып келгенге дейін только карман расход ақша араластырып, одан сыртқа керегі жоқ. Самаған аға, мына енді Жазира Travel қаржылық компаниясы ашылу құрметіне мына біздің оқырмандарымыз бар, көрермендеріміз бар. Сол кісілерге не ұсына аласыз? Біз гарантия береміз. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін Алла қалауымен подкастымыздың негізгі тақырыбы умра кіші қаржылық аясында болмақ. Және де көптеген мына еліміздің көкейінде жүрген осы умра сапарына байланысты сұрақтардың барлығын осы подкастымызда сұрақтың жауабын аламыз деген ниеттеміз. Енді бүгінгі подкастымыздың негізі қонағы, құрметті қонақтармен бір танысып қояйық. Бүгінгі подкастымыздың қонағы Алла қалауымен мына Қырғызстан көрші мемлекетінде 17 жылдан бері осы қаржылық саласында аянбай еңбек етіп келе жатқан Жазира Travel қаржылық компаниясының Алматыда жаңадан ашылған филиалының директоры Үркөнұлы Самаған ағамыз қонақта. Аға, қош келдіңіз. Қош көрдік. Алла тағала мына бастап жатқан жақсы ісіңізді Алла берекесін берсін. Қуанышты құтты болсын. Бастап жатқан жаңа жақсы игі ісіңізді Алла тағала берекелетсін. Амин. Енді екінші қонағымыз қаржылық умра саласының сарапшысы Баянбек Сейіз бауырымыз да бүгін қонақта. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Мына бірінші сұрағымыз аға, бір өзіңізден бастасақ. Мен өзіме өте бір қызық бір тақырып болып тұр. Негізінде мен өзім білуімше мына біздің Қазақстан елінде жалпы шетел асып келіп, шекара асып келіп, осындай басқа бір елде, басқа бір мемлекетте қаржылық компаниясын ашу деген бір мен ойымша бұл жаңадан бір жаңалық секілді негізінде. Енді бұл біздің халқымызға да бір қызықты болуы мүмкін. Жалпы ең бірінші сұрақ бір өзіңізді бір қысқаша таныстырып өтсеңіз. Қайдан келдіңіз, кімсіз дегендей. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи таала ва баракатуху. Урматтуу көрермендер, мен атым Үркөнұлы Самаған, Қырғызстаннан келдік. Мен басқа шетелден келдіңіз дегенге әрине қосыла алмаймын. Себебі дегенде қырғыз, қазақ екеуі бір ел деп есептеймін мен. Енді бұл умра саласында біз 2008-ден бері біздің компания жұмыс істейді. 17 жылдан аралығында біздің компания арқылы жалпысынан 100 мыңдай адам умра сапарына барып келді. Енді біздің бұл Қазақстанға келіп қалуымыздың бірден бір себебі қайтадан еле өзімізді қазақ бауырлар. Қазақ бауырларымызбен біз Меккеде, Мадинада жүрген кезде көптеген уақытта мындай кездесіп қалған кезде маяктешіп сөйлесіп қалған кезде айтады да, бізде Қазақстанда умра компаниялар 7 күн 10 күнге келтіреді, алып келеді бізде. Енді 7 күн 10 күн біз үшін аз. Осы себептен бізде да бір 14 күн 15 күн болса ғой деген сөздер негізі бізге түрткі берді. Енді Алматы деген біз үшін бұлай бір алыс бір шетел қатары саналбайды. Біз менен Алматының ортасында тығыз байланыс бар. Негізінен біз былтырғы жылдағы Алматының өзінен 500-дей қажыны умраға жөнөткөнбүз бұйырса. Енді сіздің айтқаныңыз негізі жөнді. Бұл айтқан сөзіңізде жан бар. Негізінен Қазақстан мен Қырғызстан ортасында айырмашылық қаржылық бойынша өте мындай үлкен да, үлкен айырмашылық бар. Сол себептен енді екі ел ортасында біраз көпірі болайық. Екі елдің ортасында мына иман саласында Алла Тааланың диніне біраз болса да қызмет қылайық деп ниетімізді бірінші Алла Тааланың разылығын көздеп осы Алматыда филиал ашып отырмыз.
Жалпы енді Алматы қаласында осы Жазира Travel қаржылық компаниясының ашылудағы негізгі мақсаты қандай? Бұл енді бір қалай айтсақ болады, бұл тесттік бір бағдарлама ма, әлде бұл ары қарай бір алдына бір қойылған бір өте үлкен бір мақсат бар ма? Қандай мақсатта ашып жатсыздар, сол жөнінде бір айта кетсеңіз. Негізінен біздің компания өзі Қырғызстанда дамыған компания, екінің бірі десек болады. Сосын біздің мақсат негізі бір еле Алматы емес, бір еле Қазақстан емес. Біз мұндан ары қарай Россияға, Дагестан, Кавказ жағына, анан ары көздейді Турция деген мамлекеттер бар, бұл жағы Қытайға деген бір үлкен жоспарларымыз бар. Құдайым бұйырса, олардың бардығындағы енді Алла Тағала өмір берсе, бүкіл әлемге тарқату үшін қызмет етеміз. Енді біз бір күндік же екі күндік компания емеспіз. Өзіңіздер көргендей 17 жылдан бері, 2008-ден бері жұмыс атқарып келе жатырмыз. Құдайым өмір берсе, тағы да жұмыс істейміз. Енді компаниямыздың филиалдары Қырғызстан бойынша 8 филиал бар. Енді Алматыға бірінші филиал, филиал директоры мен де айттым жаңа. Енді бұйырса, әрбір облысқа, әрбір районға филиал ашамыз деген ниет бар бұйырса. Машалла. Аға, жаңа Жазира Travel қаржылық компаниясы бір жаңа өзіңіз сөзіңізді аузыңыздағы бір толықтыра кетсек, енді бір адамдардың бір көкейінде бір тағы бір сұрақ қалыптасуы мүмкін ғой. Бізде Жазира Travel қаржылық компаниясы осы есімді бір қаржылық компаниялар болған бізде, сізден алдын. Енді ол қаржылық компаниялар жаңағындай бір уақыттары сондай бір шулы бір қалай айтсақ болады жаңағындай. Бір атаға шығып, сондай бір шулы бір компания болған, сондай бір келеңсіз жағдайлар болып. Енді бір толықтырып кетейік осы сұрақпенен. Сіз жаңа осы бір Жазира Travel қаржылық компаниясы, сол Жазира Travel қаржылық компаниясының ешқандай жалғасы емес, ол жаққа ешқандай қатыстарыңыз жоқ қой сіздердің? Біздің компания бірінші рет келіп жатыр. Мына Қазақстанға бірінші рет келіп жатырмыз. Ол мұрынғы Жазира компаниясын біз танымаймыз, олармен таныстығымыз да жоқ. Енді интернет саласынан бір оқып қалған жерім бар, осылай бір Жазира деген компания бар екен деп. Енді ол Алланың қалауы шығар, енді ол кісілердің де Алла Тағала жеңілдік берсін оларға да. Аға, енді мына Қазақстанға келіп жатсыз ғой. Қазақстандағы қаржылар менен Қазақстандағы қаржылы компаниялары және Қырғызстандағы қырғыз қаржылары менен Қырғызстандағы қаржылы компаниялардың арасында бір қандай да бір айырмашылықтарды байқадыңыз ба? Әрине айырмашылығы бар. Бұлардың қаржылықтарының қабыл болмасы бір Аллах біледі. Бірақ енді қаржылықты қалай өтейді? Қаржылық амалдары қандай ұйымдастырылады мұның бардығы? Сонда айырмашылық бар. Бізде мысалға ажы басшы деп қойды, гид. Гид и ұстаз екеуі бір адам болады да. Сіздерде ұстаз басқа, гид басқа болады екен да. Сол жерде айырмашылық болады. Енді біздің гидтар өздері адамдарды жоғалтады, алып келіп, өздері 14 күн бойы адамдармен бірге болады. Үйіне қайтып оралғанға дейін. Жалпы қасында болады. Қасында болады. Сосын орып қалатын болса, ол жерде андай бір нелер бар ғой, енді өмір ғой. Арғандай нәрсе болып кетуі мүмкін. Соның үшін апарған адамдармен аяғына дейін бірге болады. Ал енді Қазақстанда мен білуімше гидтар басқа, адамдарды компания ұйымдастырып береді, гид алып барады. Енді ұстаздар басқа. Бұл жерде барған зияратшылар менен ұстаздардың ортасында біраз байланыс жоқ та, азырақ. Себеп дегенде мен ойымша, барлығын бірдей деп айта алмаймын. Мен ойымша, әрбір адам бір адамды үйінен алып шығып кетсе, мысалға, сізді умраға алып барып келемін деп. Ал адам осы адамға жауапкер болады. Орысша айтқанда ответственность алады өзінің мойнына. Осы жауапкершілік жаңа 14 күн бойы барып келгенге дейін ананың мойнында ілініп тұрады да. Келгенден кейін дағы ана кісілер менен бұлар
кейін дагы байланыста болуп турат, постоянно, бул эч үзүлбөйт да. Ал энди Казакстандык болсо барып келет, сосын устаздар буларды тааныбай калуу мүмкүн, булар устазын унутуп калуу мүмкүн да. Сосын аналар менен дайыма руханий байланыста болот. Ар бир жакшы күндөрдө, жана Курбан айт, Ораза айт деген байрамдарда бири-бирин куттуктап турушат. Ушундай бир жакшы жөрөлгөлөр бар бизде негизи Кыргызстанда. Енді осы мен айтып аткан тартипти осуну Казакстанга да энгизсекпи деген оюм бар да. Эгерде мүмкүндүк болуп турса, адамдардын ортосунда ынтымакчылык көбөйөт. Бири-бирине болгон жанагындай сүйүшпөнчүлүк деп коядымы, мухаббат пайда болот. Бири-бири менен барып келгенде жанагындай устазга болгон байланыш болот. Сосын келеси жылы да умрага барам дейтин болса, ана киши менен бирге барып келүүгө дагы бир адамдардын ортосунда бир жана Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан го, тууганчылыкты бекемдегиле. Энди бул дагы бир тууганчылык болуп саналат да менин оюмча. Сол себептен биздин Кыргызстандын умрасы менен Казакстандык айырмасы сол деп ойлойм. Бул жерде бизде энди айтып атыр го, жаңы устаздар менен гидтардын несі депчи, ерекшелиги деп. Бизде негизинен ол нерсе устаздар руханий жаңы дәріс, сабак жагында жооп берет да Казакстанда. Одан кийин кала берди гидтар болгондо бул жаңы технический момент деймиз го, техникалык жагдайлар. Бул жердеги жасап аткан нерсе ол жаңагы шаршап калмоо. Адам мисалга бир адам ол топты алып жүрүү да мүмкүн. Одан кийин энди онун жаңагы килти бар, асканасы бар, башкасы бар деген сыяктуу. Ол бизде энди көбүндө устаздарга салмайык деген максатта го бунун несі негизги түпкү ой бул жердеги. Сондуктан енді ағаларды қойғанда бұл кісілер айтып отыр да жаңағы бір кісі деп. Бірақ бұл жақта енді көбінде көрдіңіз бұл қажыға деген бір ерекше көңіл дейміз ба, бір адамның өзін өте бір мұқияттылықпен бір адам соңына дейін апарып әкелу жағынан қарастырып отыр да. Ал біз болғанда біз жаңағы ұстазы бар, гиді бар, қажысы бар, әрқайсысын жеке-жеке есептеп отырмыз да. Сол момент бар да. Әйтпесе әрине енді бір адам үлгерсе жақсы ғой, бәрін істей берсе негізінен. Енді ағамда бір сұрақ, бізде мына жалпы Қазақстанда қаржылық компаниялары негізі көбісі деп те айтсақ болады, барлығы деп те айтсақ болады ғой. Қаржылыққа бару уақыты 10 күнді белгілейді. Енді қазір соңғы уақыттарда енді өзінің қалауынша жасап беріп жатыр ғой. 5 күн, 7 күн деп. Бірақ негізі көп қаржылық компаниялары 10 күн апарып береді. Енді сіз жаңа айтып жатсыз ғой, енді 14 күн деп. Бұл енді 14 күн барып келудің мақсаты не? Мысалы, ол кейбір сұрақ туындауы мүмкін, енді 14 күн көп емес па деген бір сұрақтар туындауы мүмкін ғой. Енді соны бір ашып бізге бір айтып берсеңіз, енді 10 күндік пенен 14 күндіктің бір айырмашылығы қандай? Сұрағыңызды түсіндім. Негізі 10 күндік менен 14 күндіктің айырмашылығы жоқ. Бұлай қарағанда біздің жалпы бюджеттің умраға бара турган адамдың кетірген ақшасын основной негізгі бөлігін авиабилет түзет та. Авиабилет егер қымбат болса, значит умрада қымбат болады. Әлінде қонақ үйлер, бұлар енді көп ақша талап қылбайды. Негізі 14 күн дегеніміз бізде көбінесе жасы ұлғайған адамдар барады. Жастарға қарағанда жасы ұлғайған ата-анасын алып береді дегендей. Олар 10 күн олар үшін аз. Сосын бізде 14 күн ғана емес, бізде 21 күн деген да пакет бар. 30 күн деген да пакет бар. Енді ол көбінше Рамазан айына қарағанда 30-31 күндік пакеттер бар. Ал енді 21 күн дегеніміз бұл Мадинада 8 күн, Маккада 8 күн тұрады. Енді ортасында жана экскурсиялар бар. Сонымен неге 8 күн деп сұрасаңыз, 8 күнде 40 намаз болады да. Енді бір Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның хадистерінің манисінде келеді. Сондай деп, егерде кімдегі мен мечітімде, Набави мечіті деп қойды ғой, Мадинадағы мечітте 40 намазға такбируллаға жетсе, ол мұнафық деген жаман сапаттан құтылады дейді да. Көп адамдар осы хадиске амал қылып, Мадинада 8 күн, Маккада 8 күн тұруға әрекет қылады. Ал енді біздің тақырып бойынша, программа бойынша
10 күн деген себеби 4 күн Мадинада, 10 күн Меккеде турган себеби Меккеде биздин программанын ичинде экскурсиялар бар. Кызыл теңизге, Таифке, одан сырткары осы Мекке каласынын өзүнүн жана пайгамбарлар баскан издери бар. Арафат табы бар, Сәуір табы бар, Нур табы бар. Одан сырткары дагы да баратын көп жерлер бар да. Солардын баарына биз үлгүрмөй калуубуз мүмкүн, эгерде 10 күндүк болсо. Эми биздин пакеттин ичине киретін нерселер осы мен айтып жаткан Кызыл теңизге саякат, сосын Таифке саякат, ол ортодо жолдан түйөнүн сүтү ичүүгө мүмкүндүк алат. Одан да Рожихи деген, Сулейман Рожихи деген бир үлкөн киши бар. Сол киши салган мешіттің маңында не бар? Газон бар. Газон үстүндө кечки тамак. Енді мына казакылардын тилимен айтканда романтический ужин. Жалпы кажыкелерге. Ол енді ол дагы бир өзүнчө бир адамдар ибадат кыла берсе, бир күн чарчайт да. Оларды енді постоянно дайыма кыйнай бергенден көрүп, бираз мээлерин сергитип, ары бери саякаттатып, бүткүчө 14 күн өтүп кетет көз ачып жумгуча. Сол себептен 14 күнгө байланып калганыбыз да осы. Енді бизде 5 күндүк дагы, 7 күндүк дагы, 10 күндүк дагы пакет уюмдаштырууга болот негизинен. Ол енді индивидуальный болот. Минимум 10 киши болуу керек ондай пакеттер үчүн. Себеби групповой 10 кишиден астам адамга групповой билет алынат да. Адам бир-бирден билет алатын болсо кымбатка чыгып кетет. Енді аға 14 күн деп жатсыз ғой. Бізде көп қаржылық компаниялар 10 күн. Енді сіздікі енді 10 плюс 4 болып тұр ғой енді. Как бонус ретінде, қосымша ретінде 4 күн тағы да. Енді бұл жерде баға жағынан қалай? Бағалар сәл қымбатырақ бола ма 10 күндіктен әлде сол бәрі бір бағада ма? Сосын жаңағы сіздер қаржылық компаниялар 14 күнге апарасыздар. Сіздерде бөлінеді ғой енді. Стандарт, комфорт, комфорт плюс деп бөлінеді. Сіздер сол стандарт, эконом немен жаңағы пакеттермен алып барасыздар ма? Қандай сол жағында бір ашып бір айтып берсеңіз еді. Бізде 14 күндің бағасы менен 10 күндің бағасының айырмасы еш қанша жоқ та. Болса да біраз болу мүмкін, бірақ 14 менен 10 күндің айырмасы бірдей, почти что бірдей. Ал енді пакеттердің несіне түрлеріне келетін болсақ, негізі эконом, сосын стандарт, комфорт, комфорт плюс, VIP, премиум деп пакеттер бөлінеді. Енді бұлардың ішінен біз эконом менен стандарт пакетті уюмдаштырмауны шешкенбіз. Себеп дегенде, эконом пакет менен барған адамдар келесі жылы баратын болса, же басқа бір таныстар баратын болса, олар ұсынбайды басқа таныстарына. Себеп эконом пакеттің ішінде гостиницасы жана отельдер алыс болып қалуы мүмкін. Трансферлер жана автобустар ескі болуы мүмкін. Сосын отельдерден біз мысалға 4-5 жылдыздық жанағындай отельдерді аламыз. Негізі 2-3 жылдыздық отельдерге жатқызып қою мүмкін стандарт мен экономда. Сосын барған адамдар ренжіп қалуы мүмкін. Біз соншама ақша бердік. Енді бұл біз үшін қордық болды дейді да. Одан көрі біртке ақшаны аямай, $200 разница екен. Андан көрі мен комфорт же комфорт плюс мен келмепме дейді да. Ондай өткен үшін біз мына Жазира Travel компаниясы біз арзан нерсеге қашырмаймыз. Себебі арзан нерсенің арзандай жауабы болады да. Арзан болғаннан кейін адамдар қайтып келеді. Біз бір адам менен жұмыс істейтін болсақ, ол адам жыл сайын біз менен умраға баруыны қалап қалады. Осы себептен біз эконом менен стандартты тоқтатқанбыз. Бізде тек қана комфорт, комфорт плюс, премиум, VIP деген пакеттер бар. Сіз не дейсіз? Бізде Қазақстанда қаржы компанияларында? Иә, бізде де енді көбінде алғашқыда жаңағындай эконом, стандарт деп жасағандар болатын. Енді бағасына байланысты ғой, халық ала береді. Халыққа енді бәрімізге ең бірінші көзге ақша көрінеді ғой, қалай арзан соны алып алайық деп. Бірақ келгеннен кейінгі жағдай ол мүлде басқа да. Жаңағы аға айтқандай ғой, арзан жілік татымайды деп.
$1000, $900 пакет алып алады да, келгеннен кейін ол кісінің енді шын айту керек, алғысынан гөрі қарғысын көбірек аласың да. Сол себепті ол негізі пакетті таңдаған кезде бағасына емес, пакеттің ішінде не бар, қандай қонақ үй, қалай, пойыз бар ма, автобус ба, самолеті тікелей ме, тікелей емес па деген сияқты көп нәрселерге мән беру керек та. Ал енді бізде қазір соңғы жылдар ғой, енді 1-2 жылдықта Аллаға шүкір өте жақсы, халық кәдімгідей есептесіп, санасып, бәрін түгендеп алады. Бірақ алғашқы жылдарында, мысалы мен өзім 2022-ден бастап умрадамын, ол кездерде кішкене бір бағаға қатты мән беретін болған. Бірақ соңғы бір 2-3 жылда қатты өзгеріс бар, өйткені халық қазір бәрімізге енді комфорт керек қой, шыны керек. Ақшасынан бұрын сервисін, услугасын қараймыз ғой. Аған айтқаны өте дұрыс айтып отыр жағынан. Комфорт плюс оның ішіндегі ұсынатын жаңағы айтып жатыр ғой, гостиницасы 4 жұлдызды қонақ үй, 5 жұлдызды қонақ үй. 4-тен жоғарыда. Бұл айтқан кезде умра сапарына жалпы қажылыққа барған қажекелер еш нәрседен қиналмастан құлшылықтарына, дұғаларына толыққанды көңіл бөлу ғой негізі мақсат бұл жерде. Енді барған кезде ана жақта басқа ел болғаннан кейін, басқа жер болғаннан кейін, енді умраға, қажылыққа барған әрбір адам бірінші көптеп құлшылық қылып қалу, көптеп дұға қылып қалу, осы мақсатпен барады ғой. Бірақ жаңағындай ол жаққа барған кезде мүмкіндік болмаса, енді қиын ғой жағдай. Әсіресе мысалы үлкен кісілерге ғой. Қиын, ауырлық тұрады. Біздің өзіміз, мысалға мен автобуспен баратын гостиницада жатқан қонақ үйде. Кейін жақын жердеке бардым да. Енді автобуспен жатқан кезде басында енді барасың намазға, бірінші рет барғаннан кейін барасың ғой. Қызығып, нетіп, сәлден кейін өзі ұйқы қыса бастайды адамды. Гостиницаға барсаң, қайтуыңды ойлайсың, қайтсаң, келуіңді ойлайсың деген сияқты. Сөйтіп, құлшылығыңнан гөрі мына жақта тіршілігіңе көп мән беріп кетесің да. Сол себепті ол өте маңызды негізі. Ескерту керек, әлі де ескертіп жатырмыз ғой бәріне. Сондықтан оны қатты қарау керек. Аға дұрыс айтып отыр жағынан. Сосын әсіресе мына қазір енді көбінде сыйлайды ғой, тойда сыйлап жатады, 60 шат, 70 шат ата-анасына беріп жатады. Сол кезде қатты ескеру керек. Ол ата-анаң үшін енді ең жақсысын қалау керек. Құр сертификаттан құтылып кетейін, бере салам деген емес. Өйткені бізде үлкен кісілер барады, барған кезде енді кішкене шаршап қалып жатады жаңағыдай. Арзанға алғаннан кейін біз енді көзіміз көреді, ары жүресің, бері жүресің, сондықтан сатып алардың алдында ескертеміз барымызша. Ата-аналарға шама келсе бүкіл жағдай жасалған алыңыздар. Өйткені ол көбісі әке-шешесін өздері ертіп бармайды ғой. Сыйлап жібереді, болды да. Ал өзің ертіп бармағаннан кейін ол жерде ертең ол мысалға гид бар, гид жүру керек болады, ұстаз жүру керек болады. Одан кейін ол бір топ 40 адам деген сияқты өте қиын да. Сол себепті әсіресе 50-ден былайғы адамдарға, мысалы 50-ден жоғары адамдарға шама келсе арзан пакет алмау керек. Оны өте қадағалау керек, әсіресе сыйлайтын кезде мән беру керек қой. Біз енді ойлаймыз ғой, ниет қой, баласының ниеті жаңағыдай бір 600-700 мың теңге болсын, сыйлай салайын, жиғаныма алып берейін деп ойлайсың ғой, бірақ оның ана жақта жүретін 10 күндігі бар ғой. Сондықтан ойлау керек та адамдар үшін. Аға тағы бір сұрақ бар да. Жазира Travel қажылық компаниясы қажылардың қауіпсіздігін қалай қамтамасыз етеді? Енді ол жаққа барған кезде, енді бізде Алланың шақыртуымен ол жақта қонақта болғанбыз умра сапарында. Енді көптеген жағдайлар болады. Жаңағындай барған кезде, жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, сіздердің жаңа нелеріңіз гид толыққанды нені адамдарды өзін қарамаған алғаннан кейін толыққанды осы елге аман есен оралып келгенше толыққанды жауапты. Енді осы Жазира Travel қажылық компаниясы мысалы сондай бір жағдайлар болып қалған жағдайда енді қалай ең бірінші қалай жәрдемдеседі, көмектеседі? Енді мен жаңа толығымен айтпай қалып тұрмын. Бізде Жазира Travel Саудия деген компанияның тағы бір туындысы бар. Филиал бар. Бұл Саудияның өзінде, Мадинада, офис Мадинада, Макка, Мадина екі жерде бізде 3-тен 6 жігіт қызмет қылады, бір директор 7. Сонымен біз мына жақтан қажылар жіберген кезде жалпы гидтің нөмірі, мына жерде офисте жөнеткен адамдар, жана Макка, Мадинадағы жана 7 кісі бәрі бірігіп бір группаға, WhatsApp группаға кіреді. Осы жерде бүкіл мәселенің бәрі осы жерде шешіледі. Бізде мысалға адамдар самолетмен ұшып барды,
учакпен барган кезде Мадинадан тосуп алуу керек болсо, жана конак үйдүн алдында жана 3 жигиттин бириси килттерди кармап күтүп турат. Келген адамдарга бир сок менен, хурма менен кош келдиңиздер деп жакшы маана менен тосуп алат. Сосын ана кисилерди кайта чыгарып салганга дейин дайыма биз кандайда кабарда болуп турабыз да. Енді бұл бир эле кеткен жана хажы башчы жана гид, сосын мына офисте мына жактан виза чыгарган жигит бар. Бул жакта билет алган авиа компания менен иштеген киши бар. Одан соңра мен бар, менин да көмөкчүм бар дегендей. Бул Казакстанда калган 5 адам, сосын нар жактан 7 адам, 14-15 адамдык мындай чакан группа болот. Осы жерге гид эгер кыйынчылык болуп калса, балким бирөө жарым ауырып калса, же кандайдыр бир төтөнчө жагдай болуп калатын болса, онда кабарды берет, биз оперативно өтө тез анал проблеманы чечүүгө аракет кылабыз. Энди бардык нерсе негизи Алладан. Алла Таала эгер сыноо берем десе, онда бизде амал жок. Машалла. Жанагы ушак деп айтып калдыңыз го енді. Иә. Осы Жазира Travel каржылык компаниясы кандай әуе компанияларымен жұмыс жасайбыз? Биз тұрақты түрде жұмыс жасайбыз. Биз негизинен 100ден астам авиа компаниямен жұмыс істейміз. 100ден астам. Олардың ішінен тұрақтуу азыр биз жұмыс істеп жатқан Turkish Airlines, Flynas бар, Air Arabia бар, Jazira авиа Jazira деген Кувейттин компаниясы бар. Енді белгилерден осылар. Негизи биз жұмыс істеген ар жак бир жагы бир 100ден астам авиа компаниямен жұмыс істеймиз. Енді өзү Кыргызстан аба жолдору өзүмүздүкү го енді. Булар бар. Аны биз бир гана умра менен шектелмеймиз. Биздики башка да салада жұмыс істейбиз. Мисалга турларды уюмдаштырабыз. Ошолай эле бизде мына Турция, Анталия, жанагыл Кипр дагы соған окшогон бир Вьетнам дегендер бар го. Сонун баардыгына турлар бар бизде. Андан сырткары внутренний туризм бар. Бизде кыш келген кезде лыжный, горно-лыжный спорт аябай. Кыргызстан ичинде. Кыргызстан өзүндө бар, Караколдо бар, Бишкектин маңында 2 бар, мен билгенден. Сондай жұмыс істейбиз. Енді казак бауырларымызды шақыра кетем, осы моменттен пайдаланып. Кыш келген кезде бизге бар лыжа тээп, бир көңүлүңүздөрдү ачып келиңиздер. Машалла. Иншалла. Жанагы бизде мындай бир түсүнүк калыптаскан дагы. Халктын арасында кеңинен тараган бир не бар ғой, әңгиме бар ғой. Мына умра деген не ол? Арабтарды байытып, ол арабтарды байытканча жанагы Түркстанга бара салмай ма, башка жерге барып кошулук кыла салмай ма деген секилде сондай бир кабесек әңгимелер бар. Сол жөнүндө өзүңүз не ойлойсуз? Мондай сурак бизде Кыргызстанда да бар. Жалпысынан алганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга үммет болдук биз. Пайгамбарыбыздын үммети болгондон кийин пайгамбарыбыз айткан нерселерди гана кылабыз. Пайгамбарыбыз айтпаган нерседен, пайгамбарыбыз тыйган нерседен тыйылабыз. Енді адамдар жалпы дини сауатсыздығынан осы сөздерді айтып атуы мүмкін, айтып жатқаны дұрыс деп ойлаймын негізі. Оларға жеткізбей атқан негізі күнә бізде. Әрбір адам негізі Алла Тааланың құлы болуға, жана пайғамбардың үмметі болуға жетішсе, бұл өте чоң, ең изги жақсы амалдар болады деп ойлаймын да. Ал енді көп адамдар сіз айтқандай умраға емес, көп адамдар Таиландқа барып жатыр, Вьетнамға барып жатыр, Америкаға барып жатыр, Дубайға барып жатыр. Ол жаққа барған кезде гостиницаның жана отельдердің жақсысын іздеп жатыр. Мына 5 жылдыз ба, қымбатын бергіле маған. Ал енді умраға келгенде арзаны жоқ па? Бұл енді осындай бір азырынча деп ойлаймын, бұл енді барып жойлат шығар. Иә, ол жерде аға дұрыс айтып отыр ғой. Жаңа умра қажылық жайлы түсінік негізі бізде әлі. Ол енді біздің де қателігіміз ғой, әлі дұрыс жеткізе алмай жатқан.
Өйткені мысалға өзімізді алатын болсақ та, мен мысалға 2022-ден бастап 4 жыл ғана болды, 3 жыл ғана болды ғой. Мен оған дейін тіпті умраға енді жаңағыдай ақшасы бар адам ғана барады деген сияқты ой болатын да менде де. Умрада бай адам барады, жағдайы бар адам барады, бізге қайда деген сияқты. Жасап деген. Иә, өйткені ол кезде менде түсінік болмаған, жалпы умра не екенін түсінбеген ғой мен. Енді сырттан көргеннен кейін бір барып келетін адам сияқты ойлайсың да. Сондықтан бұл жердегі нәрсе сол ағаның айтқандай умра қажылық деген түсінікті әлде болса көп насихаттау керек. Бізде жаңағы кейде болады умраға жаңағы турист ретінде барып келетін адамдар деген сияқты. Бұл құндылық жетпей жатыр ғой. Ол енді бәріміздің қателігіміз деп ойлаймын. Бірақ енді осы жолда, осы салада Алла жазса енді көшіре түзеледі, итіреді, керуен көшеді дегендей түзеледі ғой иншалла. Бұл бір арабтардың бір қалтасын толтыру емес. Иә, ол. Соны бұл сөзіңізге аралжа кешіресіз. Негізі арабтардың қалтасы бұл біз беріп жатқан умраға барып жатқан ақша менен ол толмайды. Олардың өздерінің нефтісі бар. Олардың өзінің Алла Тағала берген кен байлықтары бар. Біз баратын ақша, егер де есептеп беретін болсақ, біз алып барған ақша, біздің өзіміз тұрып жатқан отельдің жаңағы не деп қойшы еді, услугасы. Соға жетпей қалар, қызмет ақысына жетпей қалады біз апарған нәрсе. Егер де бізге осындай Мекке Мадинадағыдай мына жаққа отель құрып алатын болсақ, біз ана жерге біз түйенің құнын сұрамақпыз да, түйенің құнын. Бірақ олар бізге арзан беріп тұр ғой. Ал енді Түркістан бойынша, Түркістан негізі ол да жақсы қасиетті мекен. Ол жерде бабамыз Қожа Ахмет Яссауи деген ұлы адам жерленіп жатыр. Ол жерге барып Құран оқып қайтса болады. Енді табынбаймыз, ол жерге барып сыйынбаймыз. Негізінен ислам дінінде қабырларға сыйыну бұл ширк болып есептеледі. Сұрайтын болсақ, бір ғана Алладан сұрауымыз керек. Тұра ма, баке? Иә. Ол жерде енді жаңа айтып отырсыздар ғой, бізде енді Түркістанға барып неге мына жерден істей салмайды деп, ол бізде енді қазақ десе бірінші Абай еске түседі, Абай десе Құнанбай еске түседі. Құнанбай қажының өзі сол кездегі өзінің дәулетімен сол дәстүрді, дінді байланыстырып сол умраға барғанда қаншама бір жыл жүріп, тіпті тарихта бар ғой, қалып қойып келесі жылында қатысқанда қажылыққа. Енді ол кісілер қалай айтамыз енді, ол кісілердің өзі сондай нетіп тұрғанда енді басқа біз енді артық әңгіме айта алмаймыз ғой. Сондықтан да тіпті Қожа Ахмет Яссауидің өзі 60 жасына келіп пайғамбар жасына асып кетті деп жертөледе өмір сүргенде, оның барлығы тақуалық, жаңағы айтқандай ондай жерлерге бір сыйынуға, табынуға емес, әрине Құран бағыштап, артынан дұға жасап, солай ғана барасың. Ал сыйынатын жер ол әрине бір Аллаға ғана сыйынамыз. Оның ішінде біздің Қағбамыз, қыбламыз ол Мекке. Сондықтан бұл жерде бір талқыланатындай дүние емес. Әрине ол айналып келгенде жаңағы әңгіме ғой, кішкене бір бұл умраның құндылығы жетпей жатқан сияқты әлі де. Бұл нәрсе жүре береді, айтыла береді. Бірақ енді кейін бір түзелер деген үміттеміз иншалла. Иә, жаңағы сөзіңіз аузыңызда ғой. Құндылығы әлі жетпей жатқан секілді. Енді қазір көп жағдайда туризм ретінде баратын адамдар көп болып қалды ғой қазір. Бірақ енді мына умра сапары, кіші қажылықтың негізі құндылығы, соны бір нақтылап бір айтып қойсақ, негізі барған кездегі негізі мақсатымыз не? Енді ажылық менен умраны пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан, көп ажылық умра қылыңыздар. Себебі дегенде ажылық жана умра бұл адам жана темірде датты ржавчинаны отқа салғанда қандай кетірсе, адамдың күнәлерін да сонда кетіреді дейді. Осы хадиске амал қылып біз барамыз. Сосын біз турист қатары барған бауырларымызға бір кішкене болса дағы айта кетейін деген сөз бар. Ал жаққа біз жер көргені, ел көргені бармаймыз. Біз ол жаққа Аллах Тағаланың үйін, Аллах Тағала Байтулла деп қойды. Жана пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қаласын зиярат қылып, жана да осы мойнымызда жүрген күнәлерден арылып, Алла Тағаладан кешірім сұрап, рухани тазарып, біраз болса дағы тақуашылық жүрекке келсін деп, адамдардың ақысын берейлік, Алла Тағаланың ақысын берейлік. Енді бәріміздің барар мекеніміз о дүние.
барган кезде күнөөлөрүбүз азыраак болуп, сооп иштерибиз көбүрөөк болсун деген максат го. Негизи умуранын максаты болсо туризм эмес, же бирөөлөр кажеке десин деген бир ниет болсо, ондай адамдарга сабап жок. Ондай адамдарга кажылыктын умуранын да сабап берилмейт. Ондай адамдардын орду жаханнам дейт, тозокто болот. Кудай таалам ошондой адамдардан, ошондой болуп калуудан сактасын. Сосын мынандай бір сұрақ бар дағы. Жағдайы жоқтар умраға бармағаны дұрыс деген секілді сондай бір сөздер бар бізде. Енді тек қана жаңа бауырымыз айтты ғой, тек жағдайын жасағандар, жасарын жасап тастағандар ғана баратын жерде ойладым деп. Бізде енді әрине сондай бір түсінік бар секілді негізі. Тек қана жаңағындай жағдайы жасалғандар ғана барып, былай қарызы барлар, жағдайы төмен адамдар, енді солар баруға бола ма, болмай ма деген секілді бір сұрақ бар да. Негізінен бардық ибадаттар дене менен жана мал менен болот да. Дене менен болгон ибадаттар бул ораза, намаз, осы сыяктуу. Мал менен болгон ибадаттар бул зекет, садака дегендей. Ал энди осы экөө бириккен амал бул кажылык жана умра. Осы экөөнү бирге алып барып ибадат кылып келген адам бул Алла Тааланын сыйлуу коногу болот. Ал энди кимде жагдай болмай аткан болмаса, енді жағдай бәрімізде бірдей емес қой, енді біреуінің қолында бар, біреуінде жоқ. Бірақ ол адам чын жүректен дуа етсе, Аллах Таалаға ешбір қиыншылығы жоқ. Ондай адамдарды керек болса жылына умраға, жылына қажылық алып келіп қоюға қадыр зат. Мен өзім басымнан өткен көптеген ондай оқиғалар бар. Ақшасы жоқ умраға барған адамдарды көргенмін. Енді жаңағы Алла шақырса бұйырған адам барады ғой. Иә, ниетке байланысты бар. Сондай бір жағдай басымыздан өтті ғой біздің де. Кішігірім бір оқиға ретінде айтып берсем болады енді. Иә. Мына біз өзімізде мына Қазақстанда деп айтсақ та болады енді, көп адамдардың бойындағы негізгі потребность дейді ғой, орысша айтқан кезде. Үй ғой, үй мәселесі. Көп адамдар енді, көп бауырларымыз, жерлестеріміз осы жаңағындай үйсіз жалдамалы пәтерде тұрып жатқаны ол шындық. Ешкім жасыра алмайды. Солардың қатарында біз де болдық. Осы үйленген сәтімізден бастап бізде квартирада жалдамалы пәтерде тұрып, бірақ енді жаңағындай бір умра сапарына деген бір махаббат бір ерекше болды. Сондай кез болды. Бір енді біз бармағаннан кейін кезінде бір бару керек еді деп жүре береміз ғой негізінде. Бірақ сондай бір сол уақыттары бір махаббат болды. Мекке Мединаның видеосын көрсем жылап қала берем. Ана барып келген таныстарымыз историяға салады, көрем, жылап қалам, көзіме бір ыстық жас келеді. Өзім квартирада тұрамын жаңағындай. Бірақ жаңағындай көлікте отырам да Алладан көп дұға қылам ғой. Аллахым бір өзі нәсіп ет баруымды. Жаңағы өзінің тәлбиясы бар, ләббәйк Аллахумма ләббәйк. Соны көлікте отырам да айта берем. Аллахым бір өзін шақыршы, барайыншы, сенің қонағың болайыншы. Сөйтіп Алланың қалауыменен умра сыйлады. Ешқандай қалтамыздан көк тиын шықпастан Алланың қонағы болып барып қайттық қой. Сол баратын уақытта да бір енді нәпсі сыбырлайды ғой. Қайда баратсың? Иә, бір проблемалар шығады. Мынандай қарызында, өзінің неде жалдамалы пәтерде жүрсің, ана жаққа барып не бітіресің деген секілді бір нәпсі сыбырлайды да. Одан да оның ақшасын алып бір тесігінде жыртығында жамасам болады ғой деген нәрсе болды да. Бірақ та Алланың қалауыменен, Алла шақыртуымен бардық. Барған кезде енді ол жақта жасалған дұға қайтарылмайды дегені ол шындық. Ол жерге барған адам ғана түсінеді ғой негізі ол жерге. Ана тауап жасап жүрген уақытымызда енді өзіміз не сұрап үйреніп қаламыз, жаңағы жүректе не нәрсе бар соны сұрайды ғой. Анам барған кезде тауап қылып жүрміз, жаңағы өзі Қағбаны ұстаған уақытында ең бірінші мұқтажымыз сол баспана болып тұр ғой енді біздің. Қағбаны ұстап аузыма келген, Аллахым бір өзін баспана берші. Шын бір атылып шыққан дұғам сол болды да мен. Аллахым бір өзін баспана нәсіп етші маған.
ана жерде сондай бір бірінші жаңа шын ниетпенен айтылған дұғам сол болды. Одан кейін де дұғалар сұралды енді ол жақтар енді кішкене не болып қалды енді. Шикілі болып қалды ғой енді ол жақ. Бірақ бірінші қалап шын жүрегіменен сұраған дұғам Аллахым баспаналы болайыншы. Өйткені баспана деген енді білесіз ғой, әркімнің үйі бар, адамның күйі бар дейді. Сояқта ең бірінші сұрағаным баспана сұрадым, Аллахым баспана бер. Енді елге оралдық. Елге оралған кейін де көп уақыт өткен жоқ қой, Құдайдың құдіреті. Өзім бір жерім бар еді, учаскем бар еді. Сол жерде соңғы қалтамда ақшам бар. Сонымен бисмилля тәуекел деп бастадық. Сол аз ғана уақыттың ішінде Алланың жәрдеміменен ешқандай қарызға кірместен, ешкімге жалынбастан, қол жаймастан, Алланың сол берген нығметіменен, көмегіменен сол үйді аз ғана уақыт, тіпті қателеспесем бір 3 ай уақыт қой. 3-4 ай уақыттың ішінде сол баспана тұрып, бала шағамызбен бірге сол баспана кірдік қой. Құдайдың құдіреті. Енді бұл жердегі нәрсе ана жаңағы умраға бір тек қана жағдай жасағандар емес, шын мұқтаж адамдарды Алла шақырса, ол шынымен еш нәрсеге қарамайды екен ғой. Құдайдың құдіреті. Өзімнің өмірімде болған бір оқиға ғой. Бізде сол айтамыз, Алланың шақырғаны барады, Алланың қонағы деп айтамыз ғой. Соны ұмытып кете береміз да. Мен енді мысалға умраға бірінші барған кезде білмеймін неге екен. Үлкен қажылықты сұраппын да енді. Білмеймін, мына жақтан кеткенде бір кісі ақыл айтып еді, енді умраға барып жатсаң, үлкен қажылықты сұра, үлкен қажылыққа келсең, сосын сұрап аласың деп қалғанын. Сонымен жарайды деп умраға бардық. Ол кезде де сол енді Алланың қалауымен ғой. Умраға баратын күні жаңағы паспорт керек болды да. Паспорт 27 000 теңге ме сондай тұрады. Досрочно істету. Ондай ақша жоқ енді менде. Сол моментте енді жоқ болды да. Сол маған айтады, сен умраға барасың ертең осылай паспортыңды дайында дейді. Жарайды деп қоямын, бірақ енді қалтамда ақша жоқ. Жарайды енді не істеймін, аннан сұраймын, ақша жоқ. Таңертең соңға бару керек, досрочно тапсыруға. Сөйтіп тәуекел енді соңға бара берейін деп тұрмын ғой. Ана ниетке кіріп кеткенбіз ғой. Тәуекел соңға бара берейін, қалтада ақша жоқ. Бірге соңға жақындаған кезде Каспиім тың дейді. Сөйтсем бір кісі қарызын салып жіберген ғой 30 000 теңгесін. Тура 30 000 теңге салып жіберген ғой. Сөйтіп сол 30 000-ға паспорт алдым да. Алла тағала енді бәрін реттеп қояды ғой. Сөйтіп умраға бардым. Умраға барған кезде сол қажылықты сұрадым. Мен 2022-нің ноябрінде бардым. 2023-тің жазында содан кейін үлкен қажылыққа бардым. Сол үлкен қажылыққа барған кезімдегі енді Арафада сұрайсың ғой, дұғалар қабыл болады. Сол енді бір жағынан жаңағындай ғой, іштен шыққан нәрсе деп. Мен білмеймін, үй сұрамаған екенмін де, енді осы күні ойлап отырмын. Сұрамағам деп. Енді қызық қой. Сөйтіп, ол жерде бір дүнияуи нәрсе, мынау қолыма үлкен бір жара шыққан ғой, оң жақ қолыма. Сөйтіп мен қолымды былай ұстап тұрамын да, қолыма датабаны әсер еткен ғой былай. Сөйтіп, Арафада тұрып сұрайым ғой енді. Мына жарамды кетірсе екен, өзі бір кетпей қойды ғой, 2 жыл ма кетпей қойған ғой. Сөйтіп Арафадан кеткеннен кейін ұмытып кеттім мына жарамды. Елге келсем жарам жоқ. Сосын ойлаймын, мына жарамды мен Арафада сұраппын ғой десе. Бірақ енді әрине ол дүнияуи жағы, бірақ енді Арафаға барған кезде шыны керек, дүниені ойламайсың ғой ол жерде. Ақыретіңді сұрайсың деген сияқты. Сондықтан умраға да, қажылыққа да 1 теңге шығармай бардық қой Алланың қалауымен. Ол біз көбінде ұмытып кетеміз, айтамыз ғой, Алланың шақырған адамы барады, Алланың шақырған адамы келеді дейміз, бірақ біз өзіміз компанияға жұмыс істеген кезде жағында маркетинг бар, басқа бар, сол кезде ойлап қоямыз ғой, не мына клиент келмей жатыр деп ше. Бірақ ана нәрседен ұмытып кетеміз ғой, ол Алланың қалаған адамы, Алланың шақыртуымен ғана баратын адамдар барады ғой. Сондықтан ол тіпті турист болып барса да, негізі ол бір Алланың қалауымен барып тұрған адам ғой. Тек ол мүмкіндікті жібермеу керек та адамға. Өмірде енді мүмкіндік бір рет беріледі, тіпті мен мысалға 2 рет бардым ғой, умраға да, қажылыққа да. Бір-бірден бардым. Сөйтіп аға мысалға сізде де болғанша, мен өмірімде міне умраға, қажылыққа, сол умраға бардым, қажылыққа бардым да. Бірақ бұл салада қанша жүрсем де мен міне бір 3 жылдан асты ғой. Әлі бармаппын да енді қажылықпен умраға. Сол Алланың шақыртуы дейді ғой. Сондай сіздерде де оқиға болғанша, мен мысалы қазір енді өзімде бір сұрақ жүреді да, неге мен шақырмай жатыр деген сияқты. Дұрыс айтасыз. Негізінен бұл қажылықтың ар бір атрибутында өзі Аллах Тағала бір сырларын жасырған да. Мысалға замзам суы. Замзам суыны кім қандай ниетте ішсе, соның бәрі қабыл болады. Бірінші, замзам суыны
кардашып курсак ачкан киши ичетін болса, ол ага дәрман берет, күч берет. Тамак. Екіншісі сусаса сусуну канат. Үчүнчүсү бул дуа кылса дуасы кабыл болот. Ооруга шифа. Эми мен бул кажылыкка келгеним себеби бул замзам суу. Мен бир 30-дагы жигитмин да. 30-дагы жигитмин. Бир адам келди. Ажыдан келди, үлкөн. Келип үйүндө жанагындай Кудай тамак берип атыптыр. Кудай тамак берип, сосын биз мындай өтүп баратканбыз, булайынан кетип баратканбыз. Ана жакта бир киши ажыдан келиптир. Барсам менен 3 жаш улуу экен. Мен мага караганда 3 жаш улуу экен. Енді айтып атыр да, мына замзам сууну не тилек кылып ичсем, сон сөзсүз кабыл болот. Мен жарайт дедим. Осы кишинин жасына жеткен, мен да үлкөн ажыга барайын. Бисмилла деп ичип койдум. Болду, унутуп калдым. Кийин сиз айткандай Арафатта туруп эстеп атам да. Аллаху акбар, мени буяка ким алып келди депчи. Көрсө, жана замзам сууну ичип аткан кезде мен дуам кабыл болуп калган экен. Көрдүңүздөрбү, кандай бир кереметтүү нерсе. Негизи замзам суунун касиети сончама, ол ооруган адам кадимкидей илдетинен сакайып кетет. Дуа кылсаңыз дуа кабыл болот. Енді сондай бир керемет жерлерди барып зыярат кылып келсин деп, биз да енді Алматыга келип аткан максатыбыз да осы, эми элге, журтка киши кызмат кылып, жок дегенде бир адам жаннаттан орун алып калса, жумак деп коёду го сиздерде. Бир адам жумакка кирип калса, мен себепчи болуп калсам, соган максатыбыз осы го. Ага, тагы да бир сурак бар. Мына бизде Казакстанда бир 150ге жуук, енді одан көп болмаса кем емес, жалпы сол төңіректе бізде қаржылық компаниялар бар. Енді осы Жазира Travel қаржылық компаниясы, осы компаниялардан бөлек бір не нәрсе ұсыналады артық, не нәрсесімен ерекшеленеді дегендей ғой. Енді бізде биринчи жайлылык, экинчи биз гарантия беребиз. Умрага барган адамдардын каупсыздыгына биз кепилдик беребиз. Сосын андан сырткары кишигирим жанагындай өзүбүздүн услугаларыбыз бар, кандай айтсам, кызматтарыбыз бар. Мисалга Стамбул аркылуу учатын болсо Стамбулга саякатыбыз бар. Енді кетип бараткан жакта айтайын. Сосын Макка Мадинанын саякаттары бар, андан сырткары Кызыл Теңизге саякат деген бар, Таифке саякат деген бар, одан сырткары Рожихи деген мешит бар, онун алдындагы тамак аш уюмдаштырып беребиз. Одан сырткары да көптөгөн кишигирим нерселерimiz бар. Onun бардыгын мен казыр енді санап отурсам, мына көрүүчүлөрдүн баарына не болуп кетиби да, көрөрмандар бир аз кыйналып калбасын, көп нерсе айтып койду. Сосын бизде Саудиядагы Жазира Саудия деген, Жазира Travel Саудия деген компаниямыздын бир туындысы бар деп айттым го жогоруда. Осы компания Жазира Travel Саудия биз үчүн отелдерди бир жыл алдын брондоп коёду. Bizde депозит коюлат, bizde барган нелер, мына зыяратчылар эч убакта көчөдө калмайды. Барып автобус менен отелдин алдына жеткенде биздин кызматчылар килттерин кармап, отелдин номерлерине киргизип коёду. Эndi bizde жанагындай сиз айткандай төтөнчө жагдайлар али орун алган жок. Эndi ауырып калгандар болду. Оларды апарып ооруканаларга жаткызуу, жана олар жакшы болуп кетсе кийинки рейстер менен кайта жөнөтүү. Эгерде өтө ден соолугу начарлап өтүп кетсе, маркумдун өсиетине жараса калса Маккадан же Мадинада жерлейт, болмосо мекенге кайтам десе мекенге алып келип келүүгө бизде мындай кызматтар бар иншалла. Ал энди бардык адамдар эле, барган адамдын баары эле ол жакта кайтыс боло бермейт. Энди бирок энди тири жан болгондон кийин бардык нерсени моюндап жүрүү керек. Осы жерде бір сұрақ аға, сізге мысалға ақшасын төлеп, бірақ ұшпай қалған жағдайлар орын ала ма сіздерде? Мысалға енді форс-мажор жағдай болады деген, сондай жағдайда қалай болады? Енді бұл сұрағыңыз негізі орынды. Бізде ақшасын төлеп ұшпай қалды деген жағдайлар әлі болған жоқ. Себеп дегенде, бізде ақшаны сіз бір ай мұрын, минимум бір ай мұрын депозит қойыңыз авиакомпанияға. Сіз депозит қойған кезде біздің Саудиядағы барлық жаңағы қызметкерлер айттық қой,
сиз алган датага 14 күн бою кайсыл жерде жатат, сонун баардык гостиницаларга сиздин баратын адамдарыңыздын 20 адамбы 30 адамбы сол номерларды брондоп коет. Уже мына кызыл менен белгилеп коет числосун. Сосын акчаны сиз бул жактан төккөндө биздин өзүбүздүн бюджеттеги акчадан нар жака уже полностью оплата жүрөт. Ал барып учпай калды же болбосо барганы кайтпай калды деген маселе жок. Себеп дегенде биз жана гидтин калтасына акча салып бермейбиз. Себеп дегенде бул алдын ала төлөнүп калган акча болот да. Сиздер барып келгенге дейин только карманный расходу акчаны аласыздар, одан сыртка кереги жок. Мен бирөөлөрдөн уктум энди. Кайсы мамлекет экенин билбейм. Кажылар бул жактан мынандай вслепую учат экен да. Билет одной сторону алат экен. И барган соң отельдин астына барып жанагындай сүйлөшөт. Жок, ал ресепшнге барат, бирден сүйлөшөт. Сосын кайткан кезде дагы жанагы форс-мажор болуп калат, отельде место жок болуп калат, аналар бааны көтөрүп жиберет. Ар кандай ситуация болот да. Сосын ананын калтасына акча табылат. Кайткан кезде кажылар келмей калат да. Сонун менен проблема басылат. Ой, алаяктар болду, мындай болду, андай болду. Онун баардыгы бизде компанияда ондай человеческий фактор деген жанагындай калтасына акча салып берип, мына барганда отельге төлөй саласың деген маселе жок. Биздики мына жактан баардыгы шоттон шотко которулат. Акча аударылып кетет шот менен. Сону менен бизде бул адамдарга сенимдилик туудурат деп ойлойм. Себеп дегенде бизде буга дейин бир дагы задержка болуп же болбосо жана билеттери барса чыкпай калып деген маселе болгон жок да. Себеби Кыргызстанда биздин компания основной бул билеттерди, авиабилеттерди авиакомпаниялар менен биз самолеттун целиком самолетко коебуз да депозитти. А келген соң самолетту биз толтуруубуз керек. Биздин өзүбүздүн жанагы гидтердин алган заказынан сырткары артып калган месталарды биз башка умра компанияларга сатып отурамыз. Олар пустой кетпейт. Ага, мындай бир сурак бар. Кейбир комментариялардын астында окуп калабыз. Кажылыкка жумсалган миллиондаган акчалар сол кажылыкка жумсалган ордуна мына элимиздеги жетим жесирлерге, муктаждарга жумсалган дурус эмеспи деген сондай бир сурактар кездесет. Ол жайында сиз не ойлойсуз? Негизи дурус. Сурак негизи дурус. Ар бир нерсенин өзүнүн орду бар да. Мисалга жетим жесирлерге көмөктөшүү, жардам берүү бул мусулмандын милдети. Ал энди жетим жесирлерге жардам берүү деп жүрө берсе, онда пайгамбарыбыздын кезинде пайгамбарыбыз да жетим жесирлерге жардам берип, көмөк берип, умрага бармай калат эди ғой. Пайгамбарыбыз барган энди. Пайгамбарыбыз заманында жетим жесир жок беди. Дурус па? Ал энди бул өмүр болгондон кийин бардык нерсе болот. Адам өзүн биринчи жетим жесирлерге жардам берсин, умрага да барсын. Бүкүл жагынан эч ким буларга жанагындай чектөө же болбосо бир жанагындай чегара менен мына жетим жесирден башкага сен жардам берүү, умрага барма деген жок. Ар кимдин өз эрки. Бирок да мүмкүнчүлүгү бола туруп, жетим жесирлерге бермей туруп, Дубайга же да башка жака кетсе, оларга эч ким индемейт. Негедир да? Бул эми парадокс да буга караганда. Бир гана мусулмандарга келгенде жетим жесирлер айтып чыга калышат. Бул эми макул дейбиз энди. Баарына Алла Таала көрүп турат энди. Ниетimiz дурус болсо главный. Кандай дедиңиз баке? Әрине ол кай жагынан болсун жаңага дурус айтып отур го. Эч кандай шектөө жок го. Динде шектөө жок, динде зорлук жок дейбиз. Умрага болсун, көмөк кылам деген адамга негизи ар качан былай айткан кезде көмөк истейм деген адамга ашык го жол. Бирок биз тек кана жагындай го бир Дубайга бир жерге баратын кезде сага айткандай бир ондай жагдайда биринчи өзүм кыдырып алайын деген сыяктуу ой болуп турат да энди ол. Сондай болот го бир артык чыгым бир нерсе жумсайтын кезде өзү табылып турат. Ал энди жаңа умрага немесе бирөөгө садака берейин десең, мына жагыңан сыбырлап тура турсайчы, акчаны жыйнап алсайчы, сосын көрөсүң го, азыр өзүңө жетип жатыр. Әуелі отбасынан баста деген сияқты нәрселер болады ғой. Сондықтан ол да бір енді жаңағындай ғой, бір нәпсінің сұрақтары ғой. Кешіресіз сөзіңізге аралжы. Бұл жерде не себептен адамдар умраға бара берет деген сұрақ бар да. Неге барады? Bir барған адам
бир барды болот го энди, жетеди го энди. Неге кайта бара берет? Бул жерде бир сыр бар. Алла Таала менен пенденин ортосунда болгон. Мына бауырым өзүнүн башынан өткөрүптүр. Бул Алла Таала Мекке шаарына, Мекке каласына берекесин түшүргөн кала. Мекке эң берекелүү, дүйнө жүзүндө эң берекелүү жер. Сосын пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мадина каласына көчүп барган кезде ол каланын аты Ясрип эди. Ясрипке барган кезде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Алла Тааланы дуа кылып сураган. Я Алла, осы Мадина, негизи Мадина деген өзү кала деген сөз да. Мадина каласын, менин каламды Мекке каласынан дагы 2 есе берекелүү кылчы деп. Алла Таала пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дуасын кабыл этти. Енді кимде-ким осы 2 каланы зиярат кылатын болса, барып зиярат кылып келет. Алла Таала ол адамды өмүрү кыйынчылыктар, мисалы үчүн кембагал кылбайт. Кедей болмайды. Ол адамдардын өмүрүнө береке берет. Биз береке берет десе, биз калтамызды ойнойбуз, калтам калыңдап калат экен. Жок. Береке деген сөздүн мағынасы өтө көп. Оны эми азыр бул жерде убакытты созуп отурбайык. Негизи ол адамдын өмүрүнө береке кирет. Береке кирген өмүрдө, береке кирген адамдын өмүрүндө бүкүл нерсенин пайдасы менен болот да. Аз болобу, көппү, бирок берекеси менен болгону бул эң үлкөн неамат сиз менен биз үчүн. Мына каржылыкка барып келген адамдын жалпы минезине де өзгөрүүнү септигин тийгизеби? Арине, эгерде ол адам кажылыкка баргандан не максатта барганын билсе, эгерде ол адам максаты барып көрүп келүү болсо, ол адам баягы акыбалда келет. Эгерде ол адам чындап, мына чынайы жүрөктөн тәуба кылса, Алла Таалага уада берсе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга уада берсе, болду, мен мына жаман жолдон кайттым, жакшы жолго түштүм, экинчи күнә иштемеймин, намаздарымды калтырмайм, бирөөгө аркасынан өсөк айтпайм, бирөөнүн акысына кирмейм. Осы уадалардын баарын Алла Таала менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга берип келген болсо, ол кишинин өмүрү албетте бул арине эң жакшы жагына өзгөрөт деп ойлойм. Ал энди негизи умранын, хажылыктын негизги максаты осы ғой. Өзгөрүү. Энеден туулган, жаңы төрөлгөн баладай болуп кайтып келүү. Энди барып келип туруп кайта күнайске аралашып кетүү да мүмкүн. Ол энди пендечилик. Ол адамдар тагы да баруу керек да. Качан оңолгон бара берүү керек. Бир умра менен бир умранын арасында күнөөлөрдү кечирип коёду дейт го. Солай. Мына ага енді умра сапарының каржылыгын өтөп келгенден кийин, киши каржылыгын өтөгөндөн кийин жалпы адам өз-өзүн уктоо жагы калай болот? Кай жагынан өзгөрүү керек? Өтө дурус сурак. Осы суракты мен жанатан бери күтүп отурдум да. Негизи пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үлкөн жихадтан келгенде, кайсы бир жихадтан келгенде сахабаларына айткан экен. Сахабаларым, сендер энди чыныгы үлкөн жихадка энди келдиңер. Дегенде ол кандай дегенде, ол энди мына үй бүлөдөгү. Мына үйдөгү отбасыңда, мисалга, жихад кылууң керек. Кантип? Өзүңдүн нафсың менен. Бала чакага мейримдүү болуу керек. Көршүнүн акысын берүүң керек. Ата-ананын акысын берүү керек. Алланын акысын берүүң керек. Олордун баары энди умрага барып келген адамдагы Алла Таала мени көрүп турат. Алла Таала мен эмне ойлогонумду билип турат. Алла Таала качан мени көрүп турат десе, жок дегенде жүрөгүндө күнөө иске бирөөнүн акысына кирүүдөн өзүн аулак устайт да. Ал энди умрасы кабыл болгон адамдын белгиси дагы осы. Умрага дейинки кылган жаман адеттердин баарын, жаман жана привычкалардын баарын таштап, адам өзүн өзү жакшы жака өзгөртөт. Ар бир койгон кадамын ойланып таштап калат. Себеп дегенде мен энеден жаңа туулган бала сыяктымын. Мен энди мага энди күнөө иштөөгө болмайды деген ой менен жүрүп калат да. Ал энди онун акыйкатына жетпеген адамдар жанагы такыяны кет, кажака болуп калдым дейт дагы, көрүнгөндү алдайт. Көрүнгөн жерде өтүрүк айтат. Мисалга афирис боюнча калып кетет. Неге? Онун жүрөгүнө жанагы акыйкат кирген жок.
Сонун үчүн Алла Тааладан биринчи дуа этип сурайык, кетип жатканда мына жактан үйдөн чыкпастан туруп, "Ey Allah, мен кабыл боло турган умрага болсо алып бар. Кайта шайтандын жолуна түшпөйтүн болайын" деп. Жалпы жакшы жагынан өзгөрүү керек дейсиз го. Албетте ол өзгөрбөсө болбойт. Жалпы зияратчы умрага барган кажекелерге мен усунушумда эч убакта сиздер бул дүниөнүн зинаттарын, бул дүниөнүн жанагындай бир акча, байлык, машина, жанагындай үй сурап айроо болмаңыздар. Себеп дегенде Алла Таала айтат, кимде ким акыретин сураса дейт, акыретти сураңдар, акыретти сураса, мен бул дүниөнү ашыгымен берем. Кимде ким бул дүниөнү сураса, мен бул дүниөнү берем, бирок ол адамга акыреттен эч кандай, акыретте ол адамга эч кандай үлесү жок. Сол себептен урматтуу биздин кажекелер, энди жагыдан барайын деп аткан кажекелер, сиздерден көптөн көп сураныч, акырет сураңыздар, дүнүйө акыреттин бактылуулугун, жана Аллах Тааланын ырайымын сураңыздар өзүңүздөргө, жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын шафаатын сураңыздар. Эң керектүү нерсе бизге осы. Енді бұл дүниеде машина, үй, оның бәрі қалатын нерсе. Осы себептен бұл дүниеге байланбаңыздар. Бұл дүниеге көп байланған адамдың ең ақырқы мүнөттөрү өтө кыйын болот. Дүниені таштап кете алмай. Акыретти көп ойлогон адам өлүмдөн коркпойт. Алла Таала менен кездесүү күнүм жакын калыптыр деп кубанат. Себеби ол Алла Тааланын астына жиберип койгон нелери бар, белектери бар. Эгерде адам Алла Тааланын астына эч нерсе жибербеген болсо, ал бул дүнүйөдө калгысы келет. Эгерде сиздин жөнөтүп койгон нерсеңиз бар болсо Алла Тааланын астында, сиз бул дүнүйөдөн таштап кетүүгө сизди бул дүнүйөдө эч нерсе устамайт. Осы себептен көбүнчө жүрөккө Алла Тааланы киргизиңиздер, акырет сураңыздар. Умрага барсаңыздар, барыңыздар, умраңыздар кабыл болсун. Ардактуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн бир хадисинде бар ғой. Кажылыкка барган адамдар, олар Алланын конагы дейт. Iya. Енді біз біреудің үйіне қонаққа барған кезде қандай боламыз? Ой, өте әдепті, артық сөзіміз жоқ, артық іс-әрекет жоқ. Мен бір артық бір нәрсе істеп қойсам, мына үйдің иесі біз туралы не ойлайды деген бір сондай бір ой болады ғой бізде. Адамда бір қажылыққа барған сәтте бір құтты бір танысының үйіне қонаққа барғандай болу керек қой. Енді пайғамбарымыздың хадисінде де айтады ғой. Қажылыққа барған адам бұл Алланың қонағы. Және Алла Тағала сол қажылық қылғанға айтады деген. Не сұрасаң сұра, сұрағанды берем. Кешірім сұрасын, кешіремін деп. Сондықтан енді қажылыққа бару деген нәрсе өте үлкен амал, өте сауабы мол. Алла Тағала сол барған адамдардың жаңа қажылығын қабыл етсін, бармағандарға Алла Тағала баруды нәсіп етсін. Амин. Иә, сол жаңағы ағаның айтқан сөзі бар ғой, береке деген нәрсе бар ғой. Негізі береке деген сөздің түбінде көп мағына жатыр да. Бізде қазір дүние, байлық, бір әдемі өмір сүруді, бір бай өмір сүру деп ойлаймыз да. Негізі сол береке сұрау керек қой. Осы өмірде береке, арғы өмірде енді сауап дейміз ғой. Сондықтан бір хадис бар ғой, бұл өмірде ең бақытты адам қандай адам дейді? Ұзақта мағыналы, берекелі өмір сүрген адам дейді. Сондықтан баршамызды Алла Тағала сол ұзақта мағыналы, берекелі өмір қылсын өмірімізді. Умрашыларымызға енді Алла Тағала умраларын қабыл етсін. Алланың сүйікті құлдары қадірлі қонағы болу нәсіп етсін бармағандарға. Самаған аға, мына енді Жазира Travel қажылық компаниясы ашылу құрметіне мына біздің оқырмандарымыз бар, көрермендеріміз бар. Сол кісілерге не ұсына аласыз? Машалла. Енді біздің көрермендерге, оқырмандарға, жана жалпы қазақ еліне 17 қазан саат 18:00-де умра сыйлаған жатамыз. Енді умра ойнатылады, біздің каналға қатталып, сосын жана жазылған шартнамаларды атқарсаңыздар, Аллах Таалам мүмкіншілік берсе, бәлкім сіз умраны ұтып алатын мүмкіншілігіңіз бар. Құрметті көрермендер, бұндай мүмкіншіліктен құр қалмаңыздар. Толық ақпарат
Жазира Travel Алматы парақшамызда толыққанды жазылған. Бүгінгі отырысымызда көптеген сұрақтардың жауабын алдық деп ойлаймыз. Өздеріңіздің көкейлеріңізде қандай сұрақтарыңыз бар, астына комментарийға жазып қойсаңыздар болады. Келесі кездескенше сау саламат болайық.